Павлодар қаласында кезекті бос орындар жәрмеңкесі өтті. 30-дан астам жұмыс беруші қажетті вакансияларды ұсынды. Бұл жолы басымдық жастар, студенттерге беріледі деп отыр. Жалпы облыста қандай мамандарға қажеттілік бар? Самал Қалиқызы айтсын. Қала тұрғыны Гүлнар Жұмабаева жасы мен денсаулығына байланысты жеңіл әрі ыңғайлы жұмыс іздеп жүр. Бос орындар жәрмеңкесі өтетінін естіп, енді осында келген. 58-ге келіп қалдым. Енді осы ойлаймын, жеңіл жұмыс табылып қалады деп, сол үшін осы неге келіп отыр. Негізі жыл басталғалы 4-ші мәрте өтіп жатқан бос орындар жәрмеңкесі осы жолы жастарды көптеп қамтуды жоспарлап отыр. Бүгін бос орындар жәрмеңкесіне бізде жас адамдар көбірек келеді, себебі каникул басталып жатыр. Сонда бізде қатысатын және де жұмыс берушілер де өзіне жаз кезіндегі вакансиялары бар. Жалпы 30 жұмыс беруші ұйым келіп вакансияларды ұсынып отыр. Пандемия салдарынан кадр жетіспеушілігі білінген көрінеді. Жалақы 170 мың теңгеден басталады. 200 мың теңге, 170 мың, 200 мың теңгенің арасы. Жақсы мамандар болса, біз сол үшін келіп отырған жайымыз бар. Мынау пандемиядан кейін осындай қатты бум болды. Мамандар келу қиындап кетті. Объявление береміз, жарнама береміз, келеміз деп айтады, бірақ келмейді, сол бір қызығы бар. Бұдан бөлек Павлодар облысына мемлекеттік қызметкерлердің де тапшылығы байқалады. Олардың басым бөлігі бас мамандар. Бүгінгі таңда біздің облысымызда 120-ға жуық мемлекеттік қызметшіге бос орындар бар. Оның ішінде, мысалға, облыс орталығы Павлодар қаласын айтып кететін болсақ, 15-ге жуық бос орындар бар. Оның ішінде 3 басшылық орындарға, 12 орындаушылық орындарға, және де біздің ауылдық аймақтарда да көбіне осы бос орындар бар. Ол атап өтетін болсақ, Ертіс, Баянауыл, Павлодар аудандары және де Тереңкөл аудандары. Бүгінгі күнде өзекті мамандықтар ол бізде бар: аспазшының, тігіншінің, кондитердің, машинист крана, электромонтеж, монтажник және электромонтердің жұмыстары өте белсенді бізде қарастырылды. Жалпы әр бос орындар жәрмеңкесінде 100-ге жуық адам келіп өзіне қажетті жұмысты табады екен. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.